Ей аңғалдық, аңғалдық. Саған қарап таң қалдық. Үстінде тұрып алтынның, басқаның күмісіне және таң қалдық деген екен Есенғали шайыр. Меніңше ол тек материалдық құндылықтарды, материалдық мәселені ғана емес, рухани қазық туралы да толғап тұрау деп ұғындым мен. Міне бүгін біз осы ойды жетектесек деп тұрмыз. Қазақтың ұлтымыздың алтын асықтай ұлдарының бірі, жазушы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Бексұлтан Нұржекеұлы біздің бүгінгі үлкен мейманымыз. Жоғары шыңғызға. Келіңіз. Сізді оқырман қарағайға қарсы біткен бұтақтап ерекше бағалайтын білет шығарсыз. Ел сөйтіп айтады аға. Бұл тарихқа оралу. Ұлытауда жошқан жатыр. Жай айдым, бұл жошқан неға батырай? Моңғол деп жүредік қой. Бұл қазақтың қақ ортасында, Ұлытаудың қасында неге жатыр бұл? Ойлану керек қой. Неге? Ол моңғол болатын болса, неге моңғолдың жерінде жатпайды? Ал деп оқитын, бұна бізді айтады, біздің қазақ тарихи жайында аз жазылған деп, өтірік айтады. Ең көп жазылған тарих біздің көне тарихымыз. Геродоттан бастап жазған. Анарысты жазған, Анахарсис, мен білетін Анарыс, сақтан келген тұңғыш адам дейді. Лукиан айтады, жоқ, тұңғыш адам келген Тоқсары дейді. А біздің шежіреде айтады, біздің Анарыс бабамыз шетелге өзінің бауыры Тоқсарымен бірге аралап кеткен дейді. Арасына Анарыстан келген Анахарсисті Тоқсарға Тоқсарит дегені қосылған болса, біздің бабамыз Сақ деген сонда бүкіл қазақтың ата бабасы екен өз-өзінен шығып тұр. Біздің сөз тұр Геродотта, түріктің сөзі тұр. Мына бүкіл әлем Амазонка деп жүргендер біздің түрік аналарымыз екенін Геродот айтып кетеді. Бұлардың өз тілінде дейді, Сақтың тілінде. Бұларды Эропата деп атайды дейді. Ер деген дейді, мужчина дейді, еркегі дейді. Пата деген өлді деген сөз дейді. Ері өлген әйелдер деген сөз дейді. Ер деген әлімгіден ер дейміз. Пата деген опат, еркегі опат болды дейміз. Бұл енді қазақтың сөзі емегенде кімнің сөзі? Оралшыға. Міне осындай ораулар. Ұтымды ойыңызға алшы қоям аға. Жақсы. Енді жаңағы Ұлытауға байланысты жошы қазақтың жерін жетсе, Шыңғысхандар қарай қаузау керек қой, түрту керек қой. Ал бұның куәсі бар ма деген нәрсе бар. Мен екі куәні айтар едім. Үшінші куәсін қазір айтпай тұрмын. Бірінші келген Атамәлік. Шыңғысхан өлгеннен кейін Түркістан жеріне келген Атамәлік Жүвени. Оны бізді қазақ парсыда Жебеней дейді, Европаның ғалымдары Жүвейни деп алды. Соның әлем әміршісінің тарихы дегені бар. Атының өзіне көрініп тұр ғой. Әлем әміршісі. Әлем әміршісінің тарихы дейді. Сонда айтады, Каспийден өткеннен кейін Тұран басталады дейді. Тұран түріктердің жері дейді. Түркістан сонда дейді. Түркістаннан әрі жақта Шыңғысханның туған жері дейді. Ар жағында Қытай дейді. Енді не қыл дейсің мінем? Батыстан келе жатыр. Баспалдақпен қойып. Ал енді Шыңғысхан өлгеннен кейін 18 жылдан кейін Карпини келеді. Осыны архив айта ма? Архивте тұр ғой, жазылған нәрсе ғой. Және 800 жыл бұрын жазылған. Қазір жазса, Бексұлтан барып қосып жіберіп, Нұртілеу барып түзеп жіберіп делейдік. 800 жыл бұрын жазылған. 800 жыл бұрын аударылған. Ғажабын қараңыз. Тарихшылар оқымайды деген сөз. Осы жерден бір сұрақ, өзіңіз айтып қалдыңыз. Тарихшылар оқымайды деген сөз. Әдебиет біздің тарихшылардың алдына шығып кетті ме деген сұрақ қойын деп отырмын, өзіңіз айтып беріңіз. Алдына шығып кеткен кейін бір жазушылардың, байқұстардың жазығы көп оқитындығы. Ол жазу үшін, өмірді білу үшін оқиды. Сөйтіп тарихқа да барады, медицинаға да барады, бәріне барады. Тарихшылар оқымай ма? Сонда оқымаған оқыса тұр ғой енді. Жүбенейді қай уақытта біз құпияладық, қай уақытта сызып тастадық. Оқыса тұр ғой. Ал енді Карпини академик тарихшыларымызға шалқасына түсетін болды ғой. Ой, айтып жатыр, шалқасына түспейді, етпетіне де түспейді, оған қам жеме. 18 жылдан кейін келді. Шыңғысхан өлгеннен 18 жылдан кейін Шыңғысханның қайда туғанын, қайтатынын ұмытып қала ма? 18 жыл түгіл, 50 жылда да ұмытпайды. Біз міне 100 жылғымызды ұмытпай отырмыз. Сталиннің заманындағы Ленинді біз ұмытпай отырмыз ғой. Сонда 18 жылдың арасында бұл Монғолияға бармайды, екеуі де. Ғажабын қарасаңызшы, Жетісудан қайтады. Ал керек болса. Сонда қалай моңғолды көрді? Және қарап отыр. Карпин айтады. Біз үлкен өзеннен өттік дейді. Оны тарихшылар айтады. Бұл іле дейді. Онысы дұрыс.
Оң жағымыздан дейді 25 күн. Бұл желтоқсан айында келеді. Қыс қой енді. Оң жағымыздан 25 күн бізді бір тау дейді. Сол жағымыздан 25 күн бір су. Өзен ба көл ме? Екеуі бізді жетектеп отырып ортасымен жүрдік дейді. Бұл жетісу емес па? Жетісудің теріскейі, Жоңғар Алтауының ар жағы ғой. Балқашпен екі ортамен жүріп отыр ғой. Содан дейді, алғашқы біздің жолыққан қаламыз Екіұз қаласы дейді. Екіұ деген екі деген сөз. Ұс деген су деген сөз, көне түріктің сөзі. Екі су қайда? Бартөлк пенен Мұхамеджан Тынышбаев айтады. Көксу менен Қараталдың қосылған жерінде көне қала. Талдықорған 18 шақырым батыста. Осы күнге дейін жатыр. Екі су деген сөз. Екі су қаласы мынау. Гүлденіп тұр дейді. Көпесте саудасы да жүріп тұр дейді. Шыңғыс ханның қалаларды қырды дегені қайда? Қазақ қаласын быт-шытын шығарды дегені қайда? 18 жылдан қала салып өрген жоқ қой, Шыңғыс ханның бар кезіндегі қала қой. Көрдіңіз бе? Одан ары жүрдік деді. Қаялық қаласына бардық деген. Бұл қазір біздің тарихшылар бұны қойлық деп жүр. Қойлық, сиырлық, жылқылық деп қазақ ат қоймайды. Алакөлдің бер жағында. Иә, Алакөл қайылық. Қайы деген тайпа болған. Мына Анадолы түріктерінің негізін қалаған Ертұғырылдың қайы. Біздің қаңыр тайпасынан барған 50 мың қол деп, бұны Шәкәрім де жазады, Қазбек Тауасар да жазады, бүкіл шежіремізде бар. Көрдіңіз бе? Осыны неге оқымайды? Ал енді қызығын қара Карпендийдің. Біз қайылыққа барғаннан кейін біз 12 күн тоқтатты дейді. Бату ханнан келді ғой, Алтын Ордадан бұйрық келді. Біз сізге қосымша адам жібереміз, ол адам сізді алып барады Күйікқанға деп. 12 күн күттік, онан кейін біз ана күтушіге айттық дейді. Бұл неге біз тоқтап тұрмыз деп едік? Сіздерге Шыңғыс ханның өзінің туып өскен жерін көрсетеміз деп отыр дейді. Ал керек болса. Бұған не деуге болады? Мен қосып отырған жоқпын ғой. 800 бұрын Карпини жазып отыр. Бұл әлі Шығыс Түркістанға барған жоқ. Ана Аңқайдан, Жоңғар қақпасы дейміз, бұрын Арқаштың Аңқайы деген, содан әрі кеткен жоқ. Қайдағы Шыңғыс ханның жері? Неге ойланбайды осыны біздің тарихшылар? Өйткені Европаның тарихшылары Жетісудың жерін білмейді. Біздің қазақ тарихшылардың өзі де Жетісу жерін білмейді. Мен сол жерде туып өскеннен кейін білемін. Білгенді тыңдамайды. Көрдіңіз бе? Және онымен де қояйық. Сөйттік те біз енді тағы 15 күн аялдап қалмас үшін Күйікқанның жаңа хан болып сайланады ғой. Соған үлгеруіміз керек деп асығып кетеді. Кетеді біз ары жүргеннен кейін дейді. Жойқын ана көлге қарай ұшырып кететін желге жолықтық дейді. Бұл кәдімгі ебінің жел екеміз біледі ғой. Ебінің желі бер соғады, сайқанның жел ар соғады. Ол 45 минуттың ішінде жүреді. Арба машинең төңкеріп кетеді долданса. Бұл желден енді басқа да екеуміз адаспаймыз ғой. Онымен де қояқ қой. Ары барды Күйікқанның несіне қатысты. Қан болуына. Әуелі бірінші күні презентациясына. Иә, презентация дейміз. Қан сайлайтын кезінде қатты жауын жауып кетті дейді. Қатты жауын кетті, келесі күнге қалдырды дейді. Салғы жауын жауған дейді. 161 адам дейді. Орыс аудармашысы айтады. Суға кетіп өлді дейді. Жауыннан. Бұршақ жауып айырғаннан. Ол мүмкін емес нәрсе. Ал Тілеуберді әбеней ұлаудырады. 161 адам суға малшынып берекесі қашты дейді. Көрдіңіз бе? Міне дұрыс аудармаудың бәлесі қандай бәле. Енді сөйтіп отырып дейді. Мұна алғаш Шыңғыс ханға дейді, Наймандар мен Қарағытайлар дейді, жаңағы біз өтіп кеткен жолдағы екі таудың ортасында шапты дейді. Ал енді екі таудардың ортасында біледегі Жоңғар Алатауы мен Іле Жатауы. Бұдан артық қолмен қойғандай не керек? Біздің тарихшыларға. Қисын деген осы. Бұл дәлел. Ал енді қисын мынау. Мұна көршіміз айтады. Татар-Моңғол шапқыншылығы бізді 300 жыл езді, жаншыды дейді. Моңғолдың жаншығаны рас болса, Моңғолдан ең құрмаса 2 сөз қалу керек соларда. Орыста. Бірде бір сөз жоқ. Моңғолдың жаншығаны рас болса, Моңғолдан ең құрмаса 2 сөз қалу керек соларда. Орыста. Бірде бір сөз жоқ. Острый вопрос, который не находит никак консенсуса, помимо академической науки. Это на каких языках говорили скифы? Вот есть один уважаемый человек, это, значит,
Господи. Ну ладно, я вспомню и скажу, это просто в ходе разговора как-то я выскочил из этого образа. И вот, значит, он Василий Иванович, его имя и фамилия, а фамилию я сейчас скажу. Так вот, значит, он признанный авторитет в языках скифов. И он еще давно определил, что скифы говорили на языках иранских, то есть индоевропейские языки, причем все скифы. Уже, конечно, это настораживает, потому что скифы, они ходили, эмигрировали между Алтаем и Днестром, по всему Причерноморью, в Средней Азии, вот чтобы они все говорили как непременно иранским, это так странновато. Но, тем не менее, вот такая теория есть, она полностью доминирует в науке академической, и с этим теоретические специалисты крайне не согласны. Да, я, естественно, вспомнил, это Абаев Василий Иванович. Кстати, умер не так давно, в возрасте 100 лет, и он вот эту концепцию держал крепко, и наука академическая с ним не спорила. Она была поддержана полностью правительством политическим Советского Союза, и более того, наказывали тех тюркологов, которые, как говорит формулировка, пытались удревнить тюркские языки. Были репрессии, в самом прямом смысле этого слова, и поэтому тюрки помнят эти времена, и, конечно, это их расстраивает. То здесь, получается, скифы говорили, скорее всего, и на тюркских языках, и на иранских языках. Так вот, признание лингвистами этого факта, я бы сказал, это будет огромный подарок тюркам, тюркологам, для которых давно это знают и понимают, но не могут не публиковаться, могут максимум это выступить на конференции, и тут же начинаются споры, шум, и их начинают, так сказать, вот, топтать сторонники академической науки. Тоже та же линия. Скифы, которые ходили, это скифы тех, кого нашли, Р1, З645, З93. Они не предки русских. У русских З280, а у скифов З93. Так сразу в один ход решается задача, которую 200 лет не могли найти ответ, являются скифы предками русских. Нет, не являются. Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об истории тюркских языков, которые, как вы знаете, являются языками не только нашей родины, как говорится, но и языками многих других государств, которые находятся рядом с нашей страной. Мы знаем, например, империю гуннов. Это тоже были тюрки. Да ладно? Да. Мы знаем в наших летописных источниках про нашествие половцев, печенегов. Мы знаем про борьбу Древней Руси с хазарами. Все это тоже были тюрки. Да. И с ними периодически воевали, гораздо чаще находили какое-то взаимопонимание и жили в симбиозе. В принципе, вот этот симбиоз славянских и тюркских народов и положил начало вот этому российской государственности. Интересно как. Империя великих моголов на минуточку охватывала Индию и включая нынешний Пакистан и массу других территорий. Империю эту основали тюрки, которые пришли с территории, ну, по сути, нынешнего Казахстана. И они захватили все. Афганистан, Дели, основали вот эту огромную территорию. Моголы, потому что они себя считали потомками вот тех самых монголов, которые в свое время с Чингисханом завоевали половину мира. Когда они основали свою империю, языком элиты оставался тюркский язык. А параллельно с этим формировался язык армии. Так как армия включала в себя уже кроме тюрок массу других народов, армия — это орда. Ну да. И вот этот язык орды постепенно стал называться урду, который сейчас является государственным языком Пакистана,
и который уже далеко отошел от тюркского. Но тем не менее, вот именно язык военной аристократии долгое время в империи великих моголов сохранялся именно тюркский. Ну, естественно, потом он был поглощен, ассимилирован с языками индийского происхождения. И интересно, что одним из основателей вот нынешнего языка хинди, ну и урду тоже, был некий Амир Хосрови, человек, который, можно сказать так, по национальности кипчак, то есть казах. Игорь Данилевский здесь. Игорь, добрый день. Добрый день. Еще почему называют монголов татарами? Отделаемся от этого и пойдем дальше. Вопрос достаточно простой. Это искусственный термин, который был введен в оборот в первой половине 19 века историками для того, чтобы ликвидировать, судя по всему, вот это вот противоречие между названием да? монголы и Монголия и татары, которые упоминаются в источниках. Искусственный, не очень удачный термин. Это тюркоязычные были племена. И все, это искусственный термин. Не очень удачный. Я предпочитаю пользоваться термином ордынцы. Это как-то так нейтральнее, да. Это здесь не какая-нибудь такая уж излишняя политкорректность, а здесь это просто как... Это точнее будет. Это точнее, да. Так, чтобы не путать татар, монголов и так далее. Вот у меня такое впечатление, что мы все-таки недооцениваем себе значение этого государства вообще в мировой истории. Если посмотреть на карту Великой Монгольской империи в период ее расцвета, а это при хане Хубилае, это территория, которая раза в 2 больше, наверное, чем Союз Советских Социалистических Республик. То есть она охватывает практически всю Азию, за исключением полуострова Декан. Уцелела Япония. Ну да. Ближний Восток занят. Спасибо ветру камикадзе. Да. Средняя Азия вся занята Монголией, и монголы продвигаются вплоть до Центральной Европы. При тех средствах сообщения, которые были, это вообще уму непостижимо, как это все могло быть организовано, потому что это колоссальная организация. Это организация походов. Когда выступали, скажем, в западный поход, которым руководил официально Батый, да, а фактически военными действиями руководил Субадей, там ведь выходили в этот поход мальчики 14 лет, потому что говорили, что когда они дойдут вот к тому самому Западному морю, они будут уже взрослыми мужчинами. И это же все пересылалось во внутреннюю Монголию, перераспределялось. Это колоссальный административный аппарат. То есть это огромное совершенно такое государство, которое очень интересно управлялось. Моңғолдың жаншығаны рас болса, моңғолдан ең құрмаса 2 зейін қалу керек соларда. Орыста. Бірде бір сөз жоқ. Анық білесіз ба? Анық білем. 100-ден аса қазақтың сөзі, түріктің сөзі. Бұл қайдан келіп жүр? Алтын Орда арқылы болып отыр. Алтын Орданың түрік екені 14 ғасырда келген Ибн Баттута деген арабтың өз қолымен, ол моғол деп жазады. Біз оның ордасы Еділдің батыс жағындағы Алтын Ордада болдық дейді. Алтын Орданың үлкен қала екенін айтады. Ертеден шыққанда ана қаланың шетіндегі мешітке біз кеш бата жеттік дейді. Бұны қалай түсінуге болады? Кеш бата. Ал орыстардың өздері айтады. О кездегі Алтын Орданың ерекшелігі ұзындығы 36 шақырым, ені 36 шақырым болған. О кездегі Алтын Орданың ерекшелігі ұзындығы 36 шақырым, ені 36 шақырым болған. Ал бұған не айтасың? Және бұлар жаңағы олар аударғанда жаңағы Батутаның мына Шафиғи менен Сәрсен аударады моғол деп, олар моңғол деп аударады. Және бұлар жаңағы олар аударғанда жаңағы Батутаның мына Шафиғи менен Сәрсен аударады моғол деп, олар моңғол деп аударады. Мына жаңадан шыққан 7 ғасыр жырлайды деген кітапты білесіз ғой, естідіңіз ғой, иә? Соның алғашқы кітабы тағы да Есенбай Дүйсенбайұлы деген тағы да қаламгер құрастырған екен. Қарап отырам да, менің ақылым айтады. 5 ғасыр жырлайды деп жазушы айтады. Мұхтарды айтам. Иә. Мағауин. 7 ғасыр жырлайдының ар жағында тағы да жазушы мына жақта сіз тұрсыз. Анау толғаулап тоғызғанды тоқтатқан сыпыра жыраудан бастайды. Иә. Сонда деймін ғой, 1187 жыл мен 1227 жыл деп жазыпты менің көмекшілерім. Жаңағы Жошының
13 ғасырдың 12 ғасырдың аяғы 13 ғасырдың басы болайын деп тұр ғой. Иә. Егер де осындай жағдай болатын болса, біздің тарихымызды 750 жыл деп айтып отырсақ, кеше ғана 550 жылдың Керейменен Жәнібектен тойлап отырмыз десек, біз тағы да 2 ғасырға жылжығанымызға не айтасыз? Сол қаншалықты қисынға келеді? Өте жақсы келеді. Біздің қазақтың шежіресінде Қадыр Қалша деген кісіден бастайды. Қадыр Қалша деген кісінің батыр еді дейді. Қытайменен соғысы жеңілді дейді. Көрдіңіз бе? Ал Арыстың, жаңағы айтып отырған, Геродот жазған Арыс бабамыздың біздің дәуірімізге дейін 5 ғасыр. Ал керек болса. Ал Қадыр Қалшаны қоссаң, ар жағында тағы 5 ғасыр. Біздің дәуірімізге 10 ғасырдан бұрын Қытайлардың жазбасында тұр ғой. Бахеттин Өгел деген түріктің Қытай тілін судай білетін тарихшысы 2 том Ұлы Хун империясы деген жазды. Бұл құн деп отырғанның қазіргі біздің қазақтың ортасында Арғын деген тайпа тұр ғой. Құнның тікелей ұрпағы. Мұны қандай қиыстырды? Қытайдың жазуында тұр. Сақ дегендер, мына оның тікелей ұрпағы Үйсін дейді. Көрдіңіз бе? Құн үлкен баласы, Үйсін кіші баласы болып шығады. Енді бұны кімде алғашқы біздің синолог Якинф атамыз, соның бәрі жазып қойды. Се деп сақтарды айтады отыр, соның жалғасы Үйсіндер деп. Бахеттин Өгел айтады, сонда құн империясын жаңағы мөде бастаған. Сол кездің өзінде 300 жауынгермен барып Қытайдың қанын қоршап алады ғой, Петен деген жайлауда. Ол қазіргі Пекиннің маңайында. Иә, Бейжіңнің маңайында жайлауда. Күзде. Түгел жауап алғанда тізгінін ұстай алмай қолдар дірілдеп енді өлетін болғанда кімнің құнның мөденің әйелінің күтушісі Қытайдың қыз екен. Сол арқылы айтып хат жазып жібереді ғой. Сен де бір елдің үлкен басшысың, о да бір елдің басшысың. Екеуің біріңді бүлдіріп, келесі ұрпақ бір-бірімен шайнасып өтпесін. Сондықтан босат дейді ғой. Өзі коридор ашып босатып береді ғой. Бұл қателік па? Мүмкін ақыл. Жоқ, аңқаулық па? Ал сонан кейін енді Қытай ақыл есіне келді дейсің. Өзінің зынданға салып сен мына құндар нашар осы кезде шабуға болмайды. Олар күшті деген сен мені бекіттің Қытайдың күшімлесін зынданға салып тастаған ғой. Соны шығарып алып сенікі дұрыс болды енді ақылыңды айт дегенде. Ешқашан сен енді құндарды жеңе алмайсың дейді. Қазір барып дейсің, таң атқанда келіп сен еліңді атпен келіп шауып еді, оған тосқауыл жоқ дейді. Сондықтан ұлдарыңды, қыздарыңды араластыр, қызыңды бер, бүйтіп бақытып сөйтіп адамның ақырын жүргізу арқылы дейді. Жүргізу арқылы алды. Осы пікірдің қорытындысына тағы бір алшаға. Ал енді әркім әртүрлі әңгіме қылып, осы керемет бір үлкен шайқастарға шейін жеткізген тағы бір сұрақ бар. Ол туралы сіздің де пікіріңізді білгім келеді, анық пікіріңіз өзіңізден естігім келеді. Шыңғыс хан кім? Мен Шыңғыс хан жайында елдің адасып жүрген, мен де адасқам. Мен туған ауданымда Бұрқан деген тау бар екенін бала кезімнен білем. Бірақ ойладым, Бұрқан деген толып атқан шығар. Солай ғой. Бізде Көктөбе, Қызылжар толып атыр ғой. Соның бірі шығар дедім де қойдым. Мына Тілеуберді Әбенәйіл деген бала келді дағы, менің ұйықтап атқан ненің бәрін оятты. Қалай? Шыбол Моңғолдың құпия шежіресі деп жазып жүрген кітаптың шын аты емес, бұл Қытайлар мен орыстар бірігіп қойған өтірік ат екенін дәлелдеді біріншіден. Мен оны бұрын да оқығам. 1973 жылы Петербургтан Алтын топшы деген кітап шықты. Алтын топшы Шыңғыс ханға арналған. Соның алғы сөзінде былай деп жазылған. Первоначально этот памятник назвался Шыңғыс қаған Құзауру, родословие Шыңғыс қағана. Ой таубай дедім де қойғам. Енді мынау бұл Қытайдың архивінен алды, анау Хунбейбин, Цзафандар шықты ғой. Содан кейін бұлар бір кеңшілік болған екен. Сол кезде бұл қолына түсіріп алған кітаптар бар екен. Содан оқып айтты, бұл кітаптың шын мәні Шыңғыс қағанның Құзауыры. Бұл Шыңғыс қағанның түп тұқияны деген сөз деді. Сөйтіп енді оны да қойшы. Оқып отырғанда былай дейді ғой. Бұрқаннан ана өзінің Бергітей деген үлкен ағасын балыққа таласып, Хасар екеуі атып өлтіреді ғой. Атып өлтіргеннен кейін бұның ана тай жігіттер бұның өзінің бауырын өлтіргенді біз көрейік, оның өзінің көзін құртайық деп келеді ғой Бұрқанға. Бұрқанға келгенде Қасар, анау бауыршы бәрі қарағайды жығып, көзес қауылдап қаш дейді кімге? Теміршінға. Теміршін қашады.
Қашқаннан кейін бұлар артынан көріп қалып қуады. Қуғанда қай жаққа бір нудың ішіне кіріп кетті дейді. Моңғолдың құпиялары. Қай ну екенін айтпайды. Тілеуберді айтады. Түрген тауына барып тығылды дейді. Ал керек осы. Менің басым дың ете қалды. Ойбай-ау, Бұрқан міне тұрса, Түргенге барып тығылмағанда бұл қайда тығылады? Түрген өзені менен Бұрқанның арасы 3 шақырым мына жақта. Мынау төмен жақын 5 шақырым алыстай береді төмендеген сайын. 9 күн сонда тығылады. Және қызығын қара, 9 күннен кейін істеп алады. Түргеннің бойымен төмен алып жүреді дағы, онан өзенінде бұл қашып шығады. Түргеннің онанға құйғаны ғой. Көрдіңіз бе? Ал қартаны алда қара қазіргі 10 деп жүргенді. 10 деген өзен ona Карпинейде рубрикте онан дейді. 10 демейді. 10 дегенде мағынасы онан дегеннен түрік қазақтың сөзі шығады. Нән деген. Ән айта алмайды ғой олардың бәрі. Осы күнге дейін айта алмайды шетелдің ешқайсысы. О, нән. О, нән. Нән өзен деген сөз. Нән дария. Дәу. Дәу деген сөз. Міне сөздерден міне Түрген барып оныңға құйып отыр. Содан қашып шығады. Қабырға деген жерге іргетауға келеді. Іргетау деген. Оққан адамның өзінің ақыл итеріп сізді басқа жаққа бұрып әкеткен жоқ па? Жоқ, мен жүрдім, ана туған жерім ғой мен. Және қара, Түрген қайда, Бұрқан қайда, онан қайда, бәрін көз алдым. Одан мынадан қашып шыққан адам бүркей іргедегі өзінің әке шешесіне келіп қосылады. Міне өстіп отырып, мен бұған және Жамұқа екеуі аталас. Екеуі де Бартаның болады. Бірақ анау Жамұқа шешесі жүкті болып келген. Кімнен жүкті болғанын білмейді, о да бір жалайырдан. Урянхайдан дейді. Ол Урянхай деген ұру анау Оссон деген француздың жазысы бар. 34-ші жылы Шыңғысхан жайында жазылған. От Шыңғысхан ол Темірлан деген кітап жазған. Сонда Урянхайды жалайыр деп көрсетеді. Түсініктемесінде. Біздің орыстың тарихшылары көрсететін түсініктемеде. Марқакөлде болдың ба? Әрине. Марқакөлдің шеті Урянхай деген ауылды білесің ба? Міне. Әлі тұр ғой. Осы күнге дейін Урянхай болып тұр ғой. Бұрқаннан қашып Түргенге тығылды. Ол Түргенді кім білмейді екен? Жаңағы Тілеуберді. Мына Түрген деп ойлайды екен, есік жақтағы. Мен айтам, көкем-ау, одан қашып кетіп, іледен өтемей тұрғанда ұстап алады ғой. Иә. 9 күн сөзі тығылған. Ал енді бұның Бұрқан су, Түрген дегенің не екенін білмесе, 1856 жылы Құлжаға өткен сапарында Шоқан жазады. Осыған қарсы дау айтатындар сізге бар ма? Кімдер олар? Олар тіке айта алмайды. Өйткені мен оқығанды оқымаған олар. Мен бетіне дейін көрсетемін. Оқыңдар, салыстырыңдар. Мен өтірік айтып отырған жоқ. Салыстыра алмайды. Уақыты жоқ. Меніңіз бар ма? О не? Мен деген бар ма? Жоқ. Мен үнемі халықтан төмен тұрғым келеді. Халықты сыйлай алғаным үшін соған риза болып, біресе ренжіп, біресе боқтап, біресе риза болып күліп, халықтың ортасында сондай жақсы көремін. Міне сондықтан да сізді қай уақытта жүрсеңіз де, бұдан кейінгі барлық ғұмырыңызда тағы да асыңыздың алшысынан түскенін қалайтынымды жеткізіп, хабарды аяқтайын аға. Рахмет сізге аға. Саған да рахмет.